Билікке қарсы шықпаңдар. Қазақстан Жазушылар одағына жақында ғана сайланған жаңа төрағаның бұл мәлімдемесі екіұдай пікір туғызды. 9-7 адамның бәріне сын деп санаймын оны. Тендер жағынан болсын, қай жағынан болсын, одақтың ертең шарт жағдай, материалдық жағдай жақсарады. Ал сіздердің қалталарыңыз жақсы болады. Сіздерге сол керек пе деген емеурін тасталғанда бәріне. Кітаптарын үкіметтің ақшасына шығарып отырып, қалай ол халықтың үнін айтады, айтпайды. Ерлан Харин біздің жұмысымызды керемет бағалады. Біздің кураторымыз Балаева деп отыр. Мыңмен жалғыз алыс оқыған сіз ғана ма? Өйткені басқалардан байқамадық. Құлкеновтің ойын қолдап отырған ешкім жоқтығы бұл. Мүйізі Қарағайда қаншама ақын жазушы бар. Солардың бірде-бірі осы жаққа келуге жарамады ма? Қанша адамға хабарластың мысалы? Қандай мәселе талқыланатынын біліп, естіп алып, бас тартқандар да болды жазушылардың арасында. Біз бүгінгі күнде жанның қажетін емес, тәннің қажетін бірінші қанағаттандырып кеттік. Сонда қазіргі жазушыларда міне жоқ па? Басып жүріп, сірнесін жеп қайтып жүрген адамдар шындап келгенде. Сол орден медаль соларды атақты не үшін алды солар? Тамыр анау кеше Назарбаевта жатыр, бүгін Тоқаевта. Қалама қалған кезде кәдімгі анандай сумкамен немен алады дейді ақшаны. Будақ кітаптар қайдан шығып жатыр? Қып-қызыл ақша баспадан шығу. Алматы қаласының әкімдігі осы ғимарат жөндеуге 300 миллион теңге бөлді деген мысалы, 37 миллион қарызбен қабылдап алды. Түк жоқ болса осы одаққа неге таласады бұлар? Армысыздар, бұл қазақ ютубындағы тәуелсіз ток-шоу айтамыз. Мен Асқарбек Қазанғап, біз бастаймыз. Билікке қарсы шықпаңдар. Қазақстан Жазушылар одағына жақында ғана сайланған жаңа төрағаның бұл мәлімдемесі екіұдай пікір туғызды. Жазушы оппозиция болмау керек деген төрағаның сөзі көпшілік сынына ұшырады. Сөз өнерінің марғасқалары биліктің сойылын соғу керек пе? Ұлт әдебиетінің шырақшысы болуы тиіс ұйым неліктен халықтың мұң-мұқтажын жоғарыға жеткізбейді? Алдымен экранға назар аударайық. Жазушылар одағының құрылтайы биыл ың-шыңсыз өтті. Ұйымды осыған дейін басқарған Ұлықбек Есдәулет 5 жылда атқарылған шаруаларды жіпке түсіп, төрағалықтан бас тартты. Осы жиынға дейін әлеуметтік желіде жасы бар, кәрісі бар қалам иелері бірінен кейін бірі бағдарламаларын ұсынып, сайлауға түсетіндерін жазған болатын. Әлеуметтік желіде жасы бар, кәрісі бар қалам иелері бірінен кейін бірі бағдарламаларын ұсынып, сайлауға түсетіндерін жазып жатты. Неге екені белгісіз одақтың төрағалығына бір ғана үміткер ұсынылды. Басқарма мүшелері бас аяғы 106 адам жаңа басшыны дауыс беріп сайлай салды. Шығармашылық ұйымның жаңа төрағасы атанған Мереке Құлкенов алғашқы мәлімдемесінде президентті мақтап, жазушылар оппозиция болмау керек деп айдаспанға бірақ шығарды. Қазақстан деген елдің басқарып отқан басшылығы да, оған қарап отқан жазушылар да қашанда бірін-бірі қадірлеп келген, бағалап келген, сыйлап келген. Әрине жазушылар болғаннан кейін сын болады, бірақ ешқашан біздің жазушылар оппозиция болмайды деп есептеймін. Болмау керек деп есептеймін. Өйткені оппозиция деген сөз, яғни мемлекеттің басшысына қарсы болу деген сөз. Жалпы шығармашылық бірлестіктің 963 мүшесі бар. Қазақстан Жазушылар одағы 1934 жылы құрылып, алғашқы басқарма төрағасы Ильяс Жансүгіров болған. Ғасырға жуық кезеңде одақты Сәкен Сейфуллин, Сәбит Мұқанов, Әбділда Тәжібаев, Ғабит Мүсірепов, Жұбан Молдағалиев сынды қазақтың кемеңгер тұлғалары мен басқа да белгілі ақын жазушылар басқарған. Қаламгерлердің аузына қақпақ болып шектеу қою ақылға қонымсыз деген қаламгерлер де бар. Ендеше студиямызға мистик жазушы Қойшыбек Мүбәрак ағамыз шақырамыз. Ассалаумағалейкум аға. Студиямызға қош келдіңіз. Енді сұрақты төтесінен қойсам, жақында жазушылар одағынан шығып кеттіңіз. Мұндай шешімге келуіңізге не түрткі болды? Бұндай шешімге келуге түрткі болған бір ғана дүние, қазіргі өздеріңіз көрдіңіздер, жаңа келген төрағаның жазушылар оппозиция болмау керек. Тағы одан бөлек оппозиция болмау керек дегеннен бұрын, оппозиция деген сөз мемлекет басшысына қарсы деген сөз. Бұл енді кеше кеңестік кезеңнің өзіндегі одаққа енді цензура болды ғой. Тура мынандай ашық дүние болмаған. Енді тура осылай айтылып отырған кезде одақтың құрамында қалу, ол енді мен басқа өзім тәуелсіз журналистикада жүрмін бір жағы. Жалғыз маған ғана емес, сол одаққа мүше болып отырған 9-7 адамның бәріне сын деп санаймын оны. Мысалы енді қараңызшы, бұл осы жолы ашық айтты кәдімгі көпшіліктің алдында. Осыған дейін Ұлықбек ағамыз болды, Нұрлан ағаларымыз болды. Ол кезде ашық айтылмағанмен жазылмаған заңдылық болды ма, билікке қарсы шықпаңдар деген? Енді ол анық көрінді ол. Мысалы Оразалин мырза енді керемет ақын,
бірақ елбасыны кез келген уақытта мақтап отыратын тұңғыш елбасы деп. Енді Ұлықбек Есдәулет ағамыз, ол кісі де мысалы соңғы сұхбатын көріңіз, Ерлан Харин біздің жұмысымызды керемет бағалады, біздің кураторымыз Балаева деп отыр. Артық басқа не керек енді? Жалпы енді өзіңіз қанша жыл осы жазушылар одағының мүшесі болдыңыз? Мен 2018 жылы одаққа мүше болдым. Жалпы бұл жерде мына бір дүние бар. Одақ әрине киелі, қара шаңырақ, оған дау жоқ. Бірақ біз осы жерде бір дүниені айырып қарауымыз керек. Одақ несімен қасиетті, несімен киелі? Одақ кешегі өткен тарихымен, сондағы ұлттың ұлағатты тұлғаларымен. Ал бүгінгі одақ деген не? Бүгін одақ деген жаңаректе кеше Оразалин 20 жыл отырған, Ұлықбек 5 жыл отырып, енді Құлкенттің қарамағына өткен кресло ма? Жоқ, анау Абылайхан 105-те отырған жасыл здания ма? Одақ деген не? Одақ деген менің ойымша жаңаректегі қазақ халқының, былай шыққан Қазақстан мемлекетінің 970 мүшесі. 970 мүшесі бар. Мұндай үлкен ұжым Қазақстанда кемде кем. Әрі осылардың барлығы кез келгеннен сұрасаң, ұлттың, мемлекеттің ертеңі болашағы деп шыны болсын өтірігі болсын айтып жүрген адамдар. 970 мүшесі бар дедіңіз. Енді осындай пікірмен мыңмен жалғыз алып соққан сіз ғана ма? Өйткені басқалардан байқамадық. Мысалы ше осындай пікірін білдірген, одақтан кетем деген келіспеушілікті біз көрмедік. Алағарға болып қалдыңыз ба деп қорқып жатырмыз ғой. Жоқ, бұл жерде мынандай дүние. 970 жазушының енді 969, біреу Құлкенттің өзі ғой. Иә. 969-ың кез келгеннен сұраңыз қазір. Барлығы Құлкент дұрыс айтқан жоқ дейді. Құлкенттің сол айтқан сөзін ғой бірақ. Ешкім қабылдамайды Құлкенттің ол сөзін. Бірақ неге? Ол бұл жерде бізде мынандай бір дүние бар. Біздің ақын жазушылар болсын, тіпті қоғамдағы барлық адамдар тығырыққа тірелген. Бәрі мысалы одақ жазушылар үшін, ақындар үшін не? Марапат, болмаса госзаказбен кітабын шығару, бір мүшәйраға қатысып жүлде алу. Солардың көбі одақтың маңында жүреді. Әңгіме сол өздерінің ерік жігерінің соған жетпегеннен. Әйтпесе одақтан барлығы да осы мен енді Құлкентті жақтап отырған бір адам бар деп мен өзім ойламаймын. Осы 5 жылдың ішінде одақ сіздің шығармашылығыңызға қандай да бір қолдау көрсетті ме? Қолдау көрсеткенде одақтың несіне мысалы әрбір күзде жаңа жылдың алдында мынау қала әкімдігінің бір Алматыда тұратын жазушыларға, ақын жазушыларға тарқататын бір стипендиясы бар. Соны береді. Сомасы қанша мысалы жылына бір рет беретін? Әрқалай 400 мың, 500 мың шамасы болу керек. Сонда бір жылғы еңбектің сол беретін сол 400 мың теңге ғана болып тұр ғой. Ол енді әкімдіктің, мысалы одақпен әкімдіктің арасында бір келісілген дүние. Жақсы, әңгімені қайта жалғастырамыз. Сарапшыларға сұрақ қойғым келіп тұр. Одақтың жаңа төрағасының мәлімдемесіне қатысты сіздердің пікірлеріңіз қандай? Жаңа мәлімдеге байланысты болғанда бұл жерде жазушылардан ешқандай оппозиция болмайды, болмаса жазушылардың көзқарасын билікке қарсы шығу деп қабылдау, яғни билікке қарсы шықпауымыз керек деу, бұл енді шынында сол кімнің тауығы болып отырғаны белгілі болып қалатын дүние да. Ол кісінің сайлана салып солай айтылу, одақта даже сол жерде ашық есімдерге, сол жерде бір адамдарға рахмет айту, сол жерде Қаринге болмаса Балаеваға рахмет айту. Енді бұл біз осылай келдік, бұдан кейін осы тәртіппен, осы режиммен жұмыс жасаймыз деген емеурінді сол жерде тастау болды да. Бір жағында ол жерде жаңағы біздің осындайды аңсайсың. Шіркін кезіндегі Қабдеш Жұмаділовтер, кезіндегі мықты ақын жазушыларымыз жаңағы мінез танытып, сол жерде айқай салып, одақтың кәдімгі бір сондай бір осындай съездер үлкен дүбірлі республикаға жан-жағына тарап ататын сол кездегі нелер. Ал осы жолға ондай ешқандай мінез болған жоқ, бәрі жуасып қалған. Ал бұл жуасып қалудың бәрі алдын ала сол ақсақалдардың барлығы көндірілген, яғни осы сценарийға көнсеңдер, ертең сендердің кітаптарың, барларың жағдайларың жақсы болады. Өйткені біз мемлекетпен келістік, тендер жағынан болсын, қай жағынан болсын, одақтың ертең шарт жағдайы, материалдық жағдайы жақсарады. Ал сіздердің қалталарың жақсы болады. Сіздерге сол керек пе деген емеурін тасталғанда бәріне. Сол себепті ешкім мінез танытқан жоқ. Ал бұл жерде жаңағы шын мәнінде қабдештердің жоқтығы білінді. Сонда қазіргі жазушыларда мінез жоқ па? Әңгіме қазіргі жазушыларда мінез жоқ па деп сұраудың өзі бұл жерде сөйлекет болып саналады. Қазір жазушылар емес, қазір біздің елімізде бүткіл халықта мінез жоқ. Мінез болатын болса, жай ғана бір мысал айтайын. Өткен жылғы қаңтар айында қаншама адам қырылды, қанша адам оққа ұшты,
Ал сол оққа ұшып қайтыс болған марқұмдар бүгін сотталып жатыр. Бүгінге дейін мен өзім барып түсірген Тараздан 5 адам, Алматыда 6 адамның соты болды. Кінәлі деп танылды қайтыс болған адамдар. Қаншама адам, мысалы, ол жерде әрине жазықтысы бар, көбі жазықсыздардың бәрі еш дәлелсіз сотталып жатыр. Халық кәне? Ешкім біреу бірдеңе деді ма? Осы отырған жерден бірдеңе деген адамдар бар ма? Бізде жазушылар ғана емес, біздің халық мінезсіз қазір. Халық мінезсіз болғаннан кейін біздің жоғары билік өзінің қалағанын жасау. Оның тамыры қайда жатыр, мінезсіз болудың? Тамыр анау кеше Назарбаевта жатыр, бүгін Тоқаевта. Содан басталып тұр. Мемлекеттің, адамдардың әл-ауқаты дұрыс болып, шарт жағдай жасалатын болса, адамдар мысалы қазір біреу мысалы кредитімен, бүткіл қарыз несімен үй жоқ, күй жоқ жүрген кезде бір жаққа анау одақтың бірдеңесіне, болмаса кеше қаңтардың бір несіне қарағанды қойып, әркім өзінің басын алып жүре алмай жүр. Бұның бар мемлекеттік идеологияның дұрыс жүрмегендігі деп ойлаймын. Мынау одаққа қайта оралайықшы, төрағаға. Осы жолғы сайлауда бір адам кандидатурасын ұсынды, сол қабылданды ше, бір ауыздан. Одан бөлек те мысалы басқа ұсынылған адамдар болды. Неге ше? Өзінің ұсынған адамдар болды. Не себептен бір адам түсті деп ойлайсың? Жоқ, бұл жерде мынандай бір дүние. Анау алдың қарба қалай жүрсе, соңғы қарба солай жүреді дейді ғой. Біз қанша рет президент сайладық? 91-ші жылдан бастап. Қанша адам түсіп көріп еді өзі? Баламалы бір адам ғана түсетін. Референдумды президент сайлап ала салатын біз. Ары қарай мысалы өткендігіне мысалы президент Тоқаевтың сайлауын көрдік. Кімдер түсті? Сосы қылды. Бізде мысалы ол таңғалатын, мысалы одақтың несіне бір ғана адам шығып, соны сайлап алды деп таңғалатын дүние емес. Біз мемлекеттің басшысын солай сайлап алып отырған елміз. Жалпы осы бір ғасырға жуық тарихы бар одақтың негізгі міндеті не қазір атқарып отырған? Одақтың негізгі міндеті мынау халықтың ішкі зар мұңын жеткізу, халықты жақсылыққа бастау, жетелеу. Көркем әдебиеттің, көркемдіктің бар атқаратын міндеті сол. Ағатай, олар бар ғой, қалай мұң-зарын халықтың, ол жазушылар одақта мүше болып отырып, жылына бір мәрте 500 миллионға жуық өкіметтен стипендия алып отырып, және кітаптарын өкіметтің ақшасына шығарып отырып, қалай ол халықтың үнін айтады, айтпайды. Өйткен қол байлалы ғой, өйткен сол жақтан алып отыр ғой ақшаны. Оған мүше болмаған ерікті жазушылар ғана айтпаса, ол одақтың мүше жазушылар айта алмайды, ағатайым. Айта алмайды олар. Қалай айтады? Басқарма мүшелері деген кенде сөздің реті келгеннен кейін айтпас сөздің атасы сөйлеп, айтайтын деген дүнием. Мәселе бізде бұл сценарий әуелден ойластырылды. Баламалы кандидаттар деп отырмыз ғой. Баламалы кандидаттар белгілі мөлшерде болды. Олар әлеуметтік желіде мен Арман Әлменбетті жас прозаик, баспагер қолдадым. Себебі мен Арманның жеке кейіпкер ретінде тұлғасын ғана емес, мен жастардың 35-ке дейінгі жастардың сол келсе деген нәрсені қолдап келдім. Соңына дейін жалғыз бір 2-3 адам жүрсек те, соны қолдап сол жерде болдық. Бұл жердегі нәрсе жазушылардың мінезсіздігі, сол түнгі бір 11-12-ке дейін бүткіл баламалы кандидаттарды өзінің кандидаттығын алды. Шалдардың барлығы бір-бірімен ызбанатты, көнбегендерін үлкен ақсақалдар арқылы қазақ тілінде ақсақалды сыйлаймыз деген бір айту не бар ғой? Көнбеген жерге соны болмаса тіпті әжелерімізді болмаса босағаға жатқызатынымызды алып қашып келуді, соның өзін заңдылыққа біз нетіп отырмыз ғой. Сол сияқты дәстүрімізде сондай дүниелер бар ғой. Ал шындап келгенде бұл заңсыздықтың түбі ертесі сол не күні съезд күнінде белгілі болды да, 100 басқарма мүшесін ешқандай 500 қанша ат сабылтып келген Атыраулап Алтай мен Атыраудың арасын толтырғандай болып келген жазушылардың бірде-біреуінен ешқандай пікір білінген жоқ. Олар одақтың төрағасы тұрмақ 100 басқарма мүшесін сайлай алған жоқ. 100 басқарма мүшесі алдын ала олар тағайындалған. Олар кімдер? Олар өңірдегі филиалдың жетекшілері, болмаса одақтың бұрыннан ас тойында бас мүжіп, сірнесін жеп қайтып жүрген адамдар, шындап келгенде. Енді белгілі мөлшерде одан тыс адамдар да болған шығар, бірақ дей тұрғанмен басым салмағы солар. Ал осындай басқарма мүшесі сайланып қойғаннан кейін, басқарма мүшесінің алдына бір-ақ адамның списігі барғаннан кейін, олар енді ол жерде естігенде бір-ақ адам қалыс қалды дейді. Оған да тәуба дейсің енді. Қарасаң 99 адам соны қолдап тұр. 99 адам ол продукты нәтижесін беріп отыр. Меніңше бұл біздің одақ шежіресі бай одақ қой. Таспен жапалақ тұрсаң да жапалақ өледі, жапалақпен тас тұрсаң да жапалақ өледінің керісі қазіргі біздің айтып отырған әңгіме. Мәулана Румиден сұрапты,
сен мықты гауһартас болу үшін бір зиялыны ұста, сол зиялының етегінен иманды болса, сен гауһартасқа айналасың деп. Ал бізде қаншалықты зиялыны ұстай алып жүрміз? Біздің одақта қаншалықты зиялы бар? Әрине, тәннің қажетін қанағаттандыру бар да, жанның қажетін қанағаттандыру бар. Біз бүгінгі күнде жанның қажетін емес, тәннің қажетін бірінші қанағаттандырып кеттік. Біздің буында тұлға деп есептейтін біздің тарихымызда ондай үлкен деңгейдегі биік парасат иелері жетіп артылады. Ал соны біз қаншалықты жарнамалап жатырмыз? Сондай кісілерден қаншалықты үлгі алып жатырмыз? Қазір экранды қосып қалсаңыз, бас пайдасы үшін, өзінің жеке басы үшін бүкіл өмірін құрбандыққа салып кеткен адамдардың, әншілердің, бишілердің, тағысын адамдар жарнамалап жатырмыз. Осындай ішінде одаққа кірген жас мүшелер, жас жазушылар, таланттылар, ертең биік тұлға болып қалыптасу үшін, мысалы бүгінгі одаққа сайлаған Мереке Құлкенов ағаларымыз секілді, олар алдыңғы буын ағаларды көрді. Бірақ мына пікіріне келген кезде бұл кісілердің әттеген айдап бармақ пісті, көз қысты болып қалуға біздің хақымыз жоқ. Десе де бір нәрсені есте ұстауымыз керек. Қазақ қашанда өлмеген, өлмейтін халық. Өйткені Алланың назары түскендіктен, бұл назар түскен халықта шоғыры биік парасат иелері туады да, туып та жатыр. Бірақ соларды бірінші халықтың бет айнасы ретінде өсіп келе жатқан өскінге, біздің замандастарымыздың арасындағы мықты білгірлердің бәрін насихаттау керек шығар. Солар келу керек шығар. Ондай азаматтар келу керек еді. Бағана бауырымыз Қозыкең дұрыс айтып отыр. Ондай жігіттер жоқ емес арамызда, бар. Бірақ іс келсе жасқа дейді. Сол үшін жастардың да мүмкіндігін пайдаланып көру керек еді. Осы жерде келесі кейіпкеріміз шақырмас бұрын, жалпы ел басына күн туғанда, тәуелсіздікке қауіп төнгенде ақын жазушылар үнсіз қалды деген пікір жиі айтылады. Соған қатысты алдымен экранға назар аударсақ. Жаңаөзен қасіреті болды. Ақын жазушылар үнсіз қалды. Қаңтар қасіреті болды. Ақын жазушылар үнсіз қалды. Қазір мына қасірет жалғасып жатыр. Ақын жазушылар қайда қарап отыр? Неге демейміз біз? Мына жазушылар одағы қасиет шаңырақ. Ол Жақсы, студиямызға Талғат Айтбаев ағамыз шақырсақ. Ассалаумағалейкум аға. Қош келдіңіз. Бағдарламаны қарап отырған құрметті көрермен, арнаға жазылуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Біздің айтарымыз алда. Талғат аға, жалпы сіздің ойыңызша ақын жазушылар қоғамдағы саяси, қоғамда өмірде белсенді болу керек пе? Дәл солай. Бұл ақын жазушылар жаратылыстан бөлек қой, кәсіптегі мүлде басқа. Құдай оларды ерекшелеген, оларға айтсын деп ауыз берген, жазсын деп қалам берген. Біз сол қаламды қару ете алмай жүрміз. Жазушылар одағы, мен осы жазушылар одағында 89-да бері жұмыс істедім. Аударма алқасында жұмыс істедім. Ол жастың кез, берді Қалдарбек ағамыздың кезінде осы хатшылардың бәрін көрдім негізінен. Жерге байланысты үлкен әңгіме қозғалды. 2005-те парламентте талқылау болды. Сонда жазушылар одағында комиссия құрылды. Үлкен күш екенін көрсетті жазушылар. Төрағасы Сапарбек Әсіп дейтін ағамыз қазақ жердің отарларына байланысты 2-3 кітап жазған кісі. Ғалым кісі еді, өте білгір. Сол кісі комиссияны бастап Астанаға барды. Парламентте баяндама жасады. Комиссияның құрамында тұрды. Жерді сатуға болмайтынын айтып. Міне, жазушылардың бір мінезі көрсеткен жер сол. Одан кейін біздің қазақ жерінде қаншама қасіреттер орын алды, мысалы. Адам ауыз бармайды. Қазақты қазақ ататын болды. Қазақты қазақ қыратын болды. Басқа ұлт болса екен, қазақты қазақ қалай мен қабылдай алмаймын. Жауыздық қой. Анау адамның санасына сыймайтын жауыздық жүзеге асырылып жатыр. Аналар қаржы үшін халқын қырып тастайды. Бет-пердесін киіп алады. Қыста көріп жатырмыз. Осындай қасіреттің бәрі бүкіл халықтың көз алдында жүзеге асып жатыр. Қаңтар жалпы қасіретінде ақын жазушылардың халықтың ортасына шығып басу айтқан жөн бе еді мысалы? Ол керек еді ғой. Мысалы, Жаңаөзеннің кезінде халық көтерілді. Балуан Шолақта үлкен жиын болды. Ол кезде кім серт болсын, Әбделдин ағамыз бар. Біраз Герольд Белгердің кезі.
Мұратай өз ағамыз бар. Мынау Жас алаш газетін Рысбек Сәрсенбай басқарған кезде газеттің беделі өте керемет болды. Ол кезде шыққан материалдар қазір адам немесіне түсіңде көресің ондай нәрсені. Мен мысалы сол қаламгер ретінде халықтың тағдырына байланысты қаншама мақалалар жаздым. Сонда апарып бастыратын газет жоқ. Жас алаш пен Дат газеті. Сол екеуінде шыққан материалдарымды мен айтпай қойды демеңіз деген атпен кітап шығардым 60 жасымда, осыдан 9 жыл бұрын. Тұсауы кесілді, Қабдеш Жұмаділов лентасын қиды. Үлкен күрескер ағалар болды солар. Қабдеш ағаның өзі не тұрады? Кешегі сезді Қабдеш ағаның орнына ой сұрап қалды. Ол сияқты мезгіл көрсететін ышқынып шығатын ешкім болмады. Ана ақсақалдарымыздан көк сақалдарымыз шықты, жарты сағаттап сөйледі, не айтты? Елдік мәселені айтып қозғай алды ма? Жазғандар қандай әлсіз болса, жеке бастарының айналасынан халық деңгейге көтерілген жоқ солар. Бірақ атақ даңқы бар, ордені бар, медалі бар, соны ойлаймын кейде. Сол орден, медаль, соларды атақты не үшін алды солар? Халықтың сөзін сөйлемесе, ел жылап жатса, елдің көзін жасын сүртуге жарамаса, араласпаса. Ол жазушы, мысалы мен өзі басым, мен биліктің қажет жоқ. Мен биліктің адам емеспін. Бірақ ақиқатты айтуымыз керек қой. Бұл біздің міндетіміз, парызымыз ол. Қаламгердің парызы ақиқатты айту, ара түсу халықтың тағдырына. Біз сондай халық деңгейден алыстап кеттік. Біздің қазіргі қоғам жалпы қаламгерлерге құлақ асады деп ойлайсыз ба? Неге құлақ аспайды? Ықпал етеді жазушылар. Мысалы мен бір ағамыз айтады, Талғат сен жазып жатсың, сол әсер ете ме деді. Аға әсер етіп тұр ғой дедім. Сізге әсер етті ғой дедім. Сіз маған сұрақ беріп отырсыз ғой. Анан қараңыз, Жас алаштың мысалы сол кезде тиражы 15-20 мың. 15-20 мың оқырман бар деген сөз. Анау солардың санасын мен ояту үшін жаздым. Ақиқатты білсе екен деп жаздым. Әйтпесе жетіскені бір тегін қалам ақаған емеспін. Қаншама бет мақалаларым шығады. Бізді қолдай жұмсады. Мысалы кеңес өтіп құлағаннан бері қаламгерлер алмайды. Ақша алмаған адамдар не жазады? Ол қалталы болса, өз өмір сүретін жағдайы болса, батыл болар еді ол. Бізде сол батылдықты қағып тастады ғой. Бізде қазір тоқыл ешкі сияқтымыз, мүйізі жоқ қаламгерлер. Журналистер де сондай. Аны қараш тек қана мақтау. Өмірдің бергі бетін береді, ар жағына ішкері астарына үгілмеді. Өйткені біз жас ұрпақтың өзін басқаша тәрбиеледік. Кеше жарыс ордаған құрылтайда көрдік қой, жастар. Мінез жоқ қой жастарда. Ышқынып тұрған біреу бар ма? Мен көре алмадым. Сол бүкіл батылдық, жаңа қайрат, күш жіберді. Сол Қабдеш ағаларым кетіп қалған сияқты жердің астына. Жастардан сұрасақ, мынандай дүние, жаңа мен біріншісі ойды сабақтай кеткім келіп отыр. Жаңа Қойшыбай аға айтты, Талғат ағаның ойы да сол төңірек туып тұр да. Жалпы совет үкіметі кезінде, жалпы кезінде одақтық кезде жазушылар одағының жағдайы неге, шығармасы неге биік болды? Былайша айтқанда адамның материалдық жағдайы реттелмей, шығармашылықтың алға басуы да қиын. Сен жыртық қалтамен еш жерді реттей алмайсың, өйткені бала шағаң зарлап отырған жерде сен біреудің зарын айта алмайсың. Шындап келгенде Құдай өзіңнен артылғанда жақсылық жаса дейді ғой. Сол сияқты мәселе қарапайым. Кезінде керемет үйлері болды, шығармашылық үй болды. Қара теңізге барама, қайда демалады, жазушыларға жағдай жасалды. Мәселені алдында бір ардагер ағамыз айтады, жаңағы қадырлар осы мына 3 жерге жақын, міне 7 этажда мына жалын журнал тұрған неден қалама қалған кезде кәдімгі анандай сумкамен немен алады дейді ақшаны. Сол кезде бүткіл 7 этаж теңселіп тұрғандай болатын дейді. Ақын жазушылардың сол кездегі беделі, сол кездегі кәдімгі құдірет сияқты өздері сондай болатын. Себебі ол кезде оларда материалдық жағдай жақсы болды, басқаға басқа тұрмайды. Мәселен, әлемді басқарудың да тетігі сол. Экономикалық тұрғыда мемлекетті қанша әлеуеттендіретін шығар, бірақ халықтың қалтасын түрлі қысым тиымдар, түрлі сенің әлеуметтік тығырықтарға тіреу арқылы сенің әлеуметтік жағдайыңды көтермейді. Ал ашқалық еш уақытта жаңағындай қаңтар оқиғасы болмаса көп саяси оқиғалар басқа тұрмайды. Оларға бүгін келіп тұрған 27-ші күнге келіп тұрған кредитін төлеген маңызды одан. Ертең өсіп кетсе, ол 2000 теңге оны қиын болады. Сол сияқты дүниеде, ал енді қазіргі жастарға қатысты пікір айтатын болса, мәселе бұл төраға сайлауда, төраға сайлау ғана емес, мәселе кеше Арман Әлменбет, мен оны қолдағаным, мен бағанада айтып тұрмын, оның кейіпкер ретінде алдым да, бірақ мен соның
жастарды қолдадым. Яғни жастар бір неге келсе деп ойладым. Ал Арманды қалай істеді? Одақ Арманның өзінен қорықты. Арманды мүшелікке алған жоқ. Оған дейін мүмкіндік болды. Оған дейін өтті. Сөздің аузында жалпы мүшелікке өту үшін қандай талаптар қойылады? Мүшелікке өту үшін әуелі кітап шығару керек. Кітабың болу керек. Мысалы Арман кітабы бар. Арманда кітап бар, Арманда баспада бар, Арман іскерлігімен көрінген жігіт. Мәселе Арман осыған дейін талпынған жоқ. Ол оның несі шығар. Бірақ ол тура сол моментте ашық бағдарламасын жариялады. Жазушылар одағы ғана емес. Қарапайым Арман сол бағдарламасын жариялап, жаңағы ең қарапайым осы Казгуда жаңағы сол жерде үлкен бір жазушының несі өткен, шығармашылығына қатысты дүние. Ол үлкен Астанадағы министрлікке тірелетін дүние. Сонда Арман сол кітапты шығарған шығарушы ретінде, баспагер ретінде келген, бірақ сол қазіргі одаққа басшылардың бірі болып отырған азамат Арманды жаңағы сөйлеуге де шығармаған. Қорқып қалды дейсіз ба? Енді бұл қандай? Біз жаңағы жазушылар одағының төрағасын сөйлеуді айтып отырмыз. Біздің жастарды соған төраға қылып сайлауды айтып отырмыз. Төраға қылып сөйлеу түгілі мінберде оны шығарудан қорыққан. Себебі оның жаңашылдық көзқарастары шынында әлеуметтік желіде көп талқыға түсті. Мүшелікке қарсы айтқым келіп отыр да. Аға Талғат аға мені жақсы біледі, ұстазымыз ғой бұл кісі. Бұл кісі де жыл 12 ай деген керемет альманах шығарады. Енді жастанып оқу керек бұл журналды. Осы кісілердің ізін алып келе жатырмын. Менде 18 жыл болды. Республикалық игілік журналын шығарамын. Соны шығарғаннан кейін мен мысалы 5-6 жылға дейін тіпті журналистер одағына баруға ұялдым да мүше болуға. Мен еңбегім сіңсін. Еңбегім сіңіп, халыққа еңбегім өтіп, танылып барайын деп бір 10 жылға тамамдағанда мен журналистер одағына бардым. Ол кезде Матаев ағамыз құшақ жайып қарсы алды да мені бірден мүше қылып алды. Сосын 5 кітап шығу керек деген заң болатын ол кезде. Қазір 3 кітап азайып қалды аға. 5 кітабың болса, жазушылар одағына өтесің. Кәдімгі мемлекеттік кітап палатасына тіркелген сондай болды. Енді мен баспагермін, білдей жекеменшік журналым бар, бас редактормын, 3 кітабымды шығардым, бәрін құшақтап алып барам. Ол кезде Нұрлан ағам басшылықта отырған. Соның жаңа орынбасар қазір халық қалаулысы болып отырған азамат қой, енді мені көрсе таниды, мен де оны жақсы танимын. Сол жігіт алдын ала телефон соғып барғам ғой, енді мен сол мүшелікке өтейін деп едім, алдыңыздан өтейін, заттарымды алып келдім деп. Содан мені есігінің алдында 40 минут тостырып қойды. Мен де мүйізі қарағайдай 10 жылдан бері бір баспаны басқарып отырған бас редактормын. Мынандай бір қорап дүнием бар. Соны құшақтап 40 минут мен де отырдым одақтың орынбасарының есігінің алдында. Ол да мені камерадан көріп отырған шығар. Кел деп алып, мені қабылдаған жоқ. Содан кейін мен бір жолы да өкпелеп, рахмет. Мен жақсы журналист болып қалайын, жазушылар одағы мені менсінбеген шығар, менсінбесеңіз, менсінбеңіз, бірақ менің қолымдағы қаламды Құдай түсірмесін, Аллаға шүкір деп есікті жауып кеткем. Қазір мен одан кейін бір 10 жыл өтіп кетіпті, енді қайтадан есігін ашпай қойшы деген нем бар. Тілегім бар. Менің білуімше, қазір жазушылар одағында 1000 шақты болмыш, көзі тірісі. Сол 1000 шақты өтініш жатыр. Ал 1000 шақты, жылда көп болса бір алғанда 20-30 алады. Ана ол 1000-сыны қалай қабылдайды? Ол өзі одаққа өту үшін міндетті түрде роман жазу, немесе қалың кітап жазу емес. Жақсы өлеңмен, жақсы әңгімемен де қабылданған. СССР-дың кезінде бізде айналып келген кезде идеология жоқ болып тұр ғой. Дұрыс. Мемлекет идеология жоқ. Жазушылар қайыршылық отыр ғой. Болғасын, енді бізде жанып тұрған жастарды жұлып алып тартып алу керек мысалы бар ғой, құшағына алып. мынандай енді мен бейресми ақпарат шығар енді. Жазушылар одағына негізі мемлекеттен ресми бюджет бөлінбейді, бөлінбейді. Ресми бөлінбейді. Бірақ мысалы мынандай ақпараттар осы қайбір жылдары Алматы қаласының әкімдігі осы ғимарат жөндеуге 300 миллион теңге бөлді деген мысалы, ол ақша төңірегінде мысалы олар бар ғой, ақшаны қалай игереді, қалай шығарады, сол туралы ақпараттарыңыз бар ма? Ол туралы біздің ешқандай ақпаратымыз жоқ. Өйткені ол жаңаректегі анау одақта соның басқарма мүшелері, жасыл зданияның ішіндегілердің ғана құзыретіндегі дүние. Қалғандардан мысалы сырттағы жазушылардың ешқайсысы оның қайдан қандай ақша келіп жатқандығын, не болып жатқандығынан хабар жоқ. Өйткені олар одақтың мүшелеріне есеп бермейді. Өйткені ол үкіметтік емес ұйым. Бірақ жазушылар одағы тек мемлекет пайдаланып отырған. Қандай кезде? Кеше кеңестер одағында енді одақ не үшін керек болды? Мысалы, анау 26 жылғы алқаны жауып тастаған кезде мағжандардың. Одақ солардың алдын алу үшін кәдімгі сол кезде дүркіреп көтерілген.
сол несінен бір түскен жоқ. Бүгінде одақ мемлекет басшысының идеологиясын емес, соның мәртебесін жақтайтын ұйымға айналып кеткен. Жазушылардың арасында жазушылар одағының беделі бар ма қазір? Одақтың беделі бар. Одақтың беделі барлығы ол мынандай дүние. Одақтың жаңіректегі тарихымен, мен айтып отырған жаңіректегі Құлкеновтың креслосымен, анау жасыл здание емес. Жазушылар одағында кешегі, мысалы қазақтың қарағайдай тұлғаларының солардың қасиетімен орны бар. Солардың басқан ізі жатыр ғой? Мысалы, жаңіректегі басқаны қойғанда кеше ғана кеткен Қабдеш ағалардың мүше болған ұйымына мүше болып, бүгінгі жастардың арманы. Ол жерде одақ жазушыға жағдай жасайды деген дүние, ол жасай алмайды. Әр жасауға да міндетті емес. Бірақ одақ бір ғана дүниені өзінің ұстанымын, мысалы, бүткіл жазушылардың атынан сөйлейтін жағдайда өзінің ұстанымын анық ұстау керек еді. Біздің бүгін өкпелеп отырғанымыз, одақ өз ұстанымын ұстай алған жоқ. Биліктің ғана жығылып кетті. Сөзіңіз аузыңызда, негізі 5 жылда бір өтетін төраға сайлауында әңгіме ашық Қызылкеңгірде тартыс, айтыс болады тұғын. Сол енді осының алдындағы сайлауға қатысты сюжетке назар аударсақ. 2018 жылы жазушылар одағының құрылтайында қаламгерлер сөз таластырып Қызылкеңірдек болғаны көпшіліктің әлі есінде. Жиынға келген атақ-дардай ақын жазушылар осы ұйымды 22 жыл басқарған Нұрлан Оразалинге шүйліккен еді. Жеке басына тиісіп, оның атқарған жұмысына сын айтқандар да көп болды. Оразалиннің үлкен еңбегі бар. Ол қандай еңбек? Нұрлан биліктегі басшылардың түгілін керемет шеберлікпен жылады. Қолдан жасалған қағарман. Мұның керек жоқ бізге. Біз енді Нұрлан өткенді қоштасып кеткен білмеймін. Тағы қоштасамын жоқ, бол. Осылайша жалпақ жұртқа жария болған бұл құрылтай қып-қызыл дауға ұласқан. Бір-бірінің сөзін тыңдамай, пікірлері қақ жарылған жазушыларды сабырға шақырғандар да болды. Болмайды жолдастар. Берекесіздікке айналдырмайық жазушыларды. Белгілі топтардың үлесі қызмет етмейік. Нұрлан Оразалинді даттағандар да, еңбегін айтып мақтағандар да табылды. Тіпті оған құрметті төраға қызметін ұсынған. Бірақ бұл ұсыныс сол күйі аяқсыз қалды. Ал құрылтай соңында одақтың төрағалығына жалғыз үміткер болған Ұлықбек Есдәулет сайланды. Командасымен келген жаңа басшы сол уақытта қарызға белшесінен батқан шығармашылық ұйымды тығырықтан шығарып, тұралаған жұмысты жандандыруға уәде берген болатын. 6 ай бойы жазушылар одағының қызметкерлері ішінде мына өзімді бармын, біз айлық деген көрген жоқпыз. Шын айтқанда тұралап болған жазушылар одағына басшылыққа келіп отырған маған үлкен жауапкершілік жүктеп тұр. Енді 15-ші құрылтайдағы жағдай, сол тұралаған жағдайды мысалы Ұлықбек ағамыз алып шығалды ма осы жылдар аралығында? Енді осы жерде бір не айтайын. Жазушы Әлібек Асқар анау тексеру есеп комитеті деді ме? Сонда есеп берді. Жарайды, шотта 1.640.000 теңге деді ме? Сондай қалыпты деді. Кассада 5.220 теңге қалыпты деді. Мен сонда комментарий жаздым. Одақтың кассасында бір шиша абсолют қалыпты деп. Даже оған да жетпей қалған. Ол 5.400 теңге тұрады абсолют. Тура 5.220 теңге қалды деп есеп беру, бұл нені көрсетеді? Бұл одақтың маңайында, жаңіректегі бір дүние одақта тұралап тұратын болса, ақша жоқ болатын болса, осылардың бері баяғыдан бері неменеге таласып жүр онда? Ештеңе жоқ болса, түк жоқ болса, осы одаққа неге таласады бұлар? Демек, біз білмейтін бірдеңе бар. Бұл одақ жалпы майшелпек деген келісесіздер ме? Мүмкін сондай болуы мүмкін. Әйтпесе неменеге таласады, айтшы. Ол бір мысалы бүткіл жазушылардың, ақындардың бәрін басын жинап бір дүние жасап жатқан жоқ. Идеология жасап жатқан жоқ, бір мүддеге жұмыс жасап жатқан жоқ. Олардың бір коммерциал үлкен бизнес зданиялары жоқ. Неге таласып жүр? Демек, біз біле бермейтін бір дүниелер бар болуы мүмкін. Будақ кітаптар қайдан шығып жатыр?
Қып-қызыл ақша баспадан шығу. Талғат аға айтыңыз, бір кітаптың шығуы қанша. Сол жақта енді Нұрлан ағамыздың да будақ-будақ кітаптар шықты ғой. Мен мысалы кітап палатасына журналымды міндетті анда өткізуге барған кезде мынандай кітап тұрды Нұрлан ағаның. Таң қалдым мен, ақшаны қайдан алды мына кісі деп. Бір кітапқа мен шашыма қарап кеткен шығару үшін баспадан. Сонда ана кітаптың бәрін қайдан шығарып отыр? Мына кісі одақты басқарады ғой. Айлығы күшті ма деп мен өзім ойланып қалғам. Ой салатын нәрсе. Абыройы жер жарып тұрған жазушылар одағы кезіндегі бүкіл халықтың әлеуетін жөндеген, халықтың мұң-мұқтажын айтқан одаққа неге сонша одақ маңайындағы үлкен ағаларымыз соның тағынан мінбесіне құштар? Бұнда ағам айтқандай бір сиқырлы элемент болған күннің өзінде, бірақ бұған біз өткен дәуірдегі ағалар менен, олардың аманаты менен бізден кейінгі буынға деген аманатын ойлауымыз керек еді. Біз сол мәселені сол төңіректен іздеп қарайық. Біз тарихқа не бетімізді айтамыз, және бізден кейінгі буын бізге қандай лағнет жаудырады деген. Яғни ол одақ қасиетті одақ еді. Қасиетті одақ еді. Әлі күнге дейін табынатынымыз бар, қастерлейтініміз бар. Ол біздің жүрегіміздегі бір ерекше тұғыр. Сол тұғырда біз, сол тұғырдың саясынан біздің қаламгерлер бір жақсылық күтеді, үміт күтеді. Ал сол үміттің сәулесін біз күннен күнге селдірете берсек, бізден кейінгі жас өскен, бізден кейінгі буын іні қарындастарымыз қайда барады? Ал оларға Құдайдан сол талант талап берілді, осы қаламменен жаныңды бағасын деген. Мысалы, біз қаламгерлер сауыт істей алмайды. Сауыт істесе бір күнде тақыргедей болып қалуы мүмкін. Ал қаламына сүйеріп, елдің мұқтажын, халықтың әлеуетін жеткізуден басқа жол жоқ. Бұл жерде жалпы бізде көзқарас дұрыс емес та. Жазушы деген нәрсе қоғамға масыл болып қалған да. Ол басын өжу үшін жүретін бір қауым сияқты болып қалған, кәдімгі ертегілерде айтылатын қауым сияқты болып қалған. Ондай пафосный нені қоюымыз керек. Біз жазушы мәселе жаңағы жас жігіттер бар, мықты кітаптарын өндіріп жатқан Әлшер Рахаттардың, мәселе ана Бақытгүл Сәрмековалардың кітаптары, болмаса кешегі күні Тармақтар деген жобаны жасап жүрген қыз-жігіттердің жобалары өткенде естідім. Келесі жаңағы Мұқаба баспасы болсын, жаңағы басқа Қасым болсын, басқалар келесі нелерін, даже полианттардың өзі, ірі баспалардың өзі сол прозаларын, солардың нелерін шығарып, белгілі мөлшерде қаламақысын төлеп солай істеп жатыр да. Егер игіліктенген адам, өзінің шығармашылығын дәріптей алған адам, жұмыс істей алған адам істей алатын еді. Ал енді осы нәрсе айналып келгенде одақта да осы нәрсе болып тұр да. Мәселе Ұлықбекте ештеңе шеше алмады. Иә, іскерлік таныта алмады. Мәселе өткенде Есболат Айдабосын деген жазушы айтып отыр, жаңағы маркетинг саласын болмаса басқа саланы игеретін адамдар, иә, не баспасын игеретін адамдар, мүмкін соның орынбасары болып, жаңағы мүмкін ақыл кеңес қосу керек деген сияқты. Өйткені одақтың несінде 5000 теңге қалды деген енді сұмдық жағдайда. Мәселе Ұлықбек ағадар сол кезде мына пандемияның кезінде бізде қисайып қалған жазушылар көп болды, жаңағы бұл дүниеден өткен жазушыларымыз көп болды. Соған да біраз шығындар кетті дегенді бір сөздердің арасында іліп қоса кеткен кездері болды да. Ал біз сол 5000 теңгемен ертең жарайды, несінде жазсын дейік, бірақ дәл қалтасында тұрған 5000 теңге қазір бір азаматтың қалтасында 5000 теңге жүрмесе қоғамда қайырсың ғой. Ал бір үлкен ұйымның былайша айтқанда 5000 теңге қалды деп, оны бір тазалықтың белгісі сияқты бір пафосный, біз кезінде ана батырларды сонша бір геройлықпен өмір сүрдік қой. Қазіргі психология басқа ғой. Қазір біз керісінше сол 5000 теңгенің себебін, салдарын сол жерде жазушылардың талқылайтын дүниесі бір шетінен сол болу керек еді. Жазушылар одағының экономикалық несіне, олар біз көреміз, мен өз жазушылар одағына мүше емеспін, бірақ мүше жігіттердің қақылдап солардың жазып жатқан дүниесін көресің. Одақтың жарнасын қашан төлейсіңдер, ал одақтың қазіргі айтатын дүниесі де біз одақтың жарнасымен біраз шаруасын сонымен істеп отырмызға келеді. Шындап келгенде жазушылар одағы ол жаңағы ұйым, жеке ұйым. Қоғамдық ұйым болғаннан кейін қоғамдық мүмкіндігі көп қой. Mesela Арманның жобасында, Арманды мен қолдағаным да бір себебі, жалпы аудиторияның қолдағаны да сол себеп болды. Оның жобасында кәдімгі жазушылардың аяғын тік тұрғызатын дүние болды. Жақсы. Бағдарламаны қарап отырған құрметті көрермен, арнаға жазылуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Біздің айтарымыз алда. Көріп оққан көрермен ойлауы мүмкін, неліктен жазушылар одағының осы жақта орынбасарлар болмаса төрағасы жоқ деп. Дәл осы сұрақты, осы тақырыпты 10 күн бойына зерттеген, сіздермен бәрімен келіскен редактор, журналист Сымбат Ғалымбекұлы отыр. Өзіне сұрасам, жалпы одаққа хабарластың ба, төрағаға шықтың ба, кімдер байланыстың? Жалпы жаңағы одаққа біз хабарластық. Хабарласқан кезде бізге Ғалым аға үйлестіруші деді. Жалпы сол кісі адамдарды жіберетін жан-жақты шараларға барлық жаңағы орынбасарларын немесе өкілдерін, одақтың өкілдерін сол кісі жібереді деді. Бірақ ол кісі тырысамыз деп айтты басында. Одан кейін жаңағы орынбасарларының әркімнің өз шаруасы бар.
жаңа баратын жері бар, уақыты болмайды деп ашығын айтты. Сосын ол кісінің тағы бір айтқаны, жаңа төраға әзірге ешқандай бұқаралық ақпарат құралдарына сұхбат бермейді деді. Өйткені жаңа төраға қазір бағдарлама дайындап жатыр деді. Уақыт жоқ қой. Жазушылар одағының бағдарлама дайындап жатыр. Соны мен бір түсінбегенім, жалпы жаңағы Арманды айтып отыр ғой. Осыған дейін Фейсбукта жаңағы өзінің бағдарламаларын ұсынып, жаңағы төрағалыққа ұсынып жатты ғой. Олардың барлығы бағдарламалар болды да. Сонда Мереке ағаның бағдарламасы болмады ма, әлде басқа жаңа бағдарлама дайындап жатыр ма, соны түсіне алмадым ше. Енді ол бір мәселе. Жай мақұл, жазушылар одағының орынбасарлары. Бірақ одан бөлек Алматыда, Мүйізі, Қарағайда қаншама ақын жазушылар, солардың бірде-бір осы жаққа келуге жарамады ма? Қанша адамға хабарластың мысалы? Кімдерге хабарластың? Өтірік айтпасам, бір 30 адамдай хабарластым. Осы Алматыда бар, Алматының айналасындағы бар. Шыны керек, кейбіреуі айтты, осындай жоспарым бар, уақытым жоқ, келе алмаймын деп. Тақырыпты білмей тұрып айтқандар да болды. Бірақ тақырыпты біліп, қандай мәселе талқыланатынын біліп, естіп алып, сосын бас тартқандар да болды жазушылардың арасында. Осындай жалпы ашық пікірталаста қаламгерлердің, журналистердің бастарын ала қашуын қалай түсінеміз? Мысалы, мүмкін емес қой, одақтың 5 орынбасары бар, қаншама жаңа нелер бар. Айттық, тақырыпты айттық, осындай мәселеде талқылайық, отырайық. Бәрінің бірдей уақыт болмауы мүмкін. Менің айтып отырмын, жаңаректе айттым ғой. Жаңа 969 жазушының бәрі бұл демек неге келмеді? 969 жазушының барлығы Құлкеновтың ойын қолдап отырған ешкім жоқтығы бұл. Егер Құлкенов сол кезде дұрыс айтты деген болса, біреу келіп осы жерде соны қорғайтын еді. Мысалы, алғаш сендер хабарласқан кезде айттым, мен барам дедім. Өйткені одақтан шығып кеткен жалғыз адам ретінде кеп қорғайтын еді ол. Ойбай, Құлкенов дұрыс айтып отыр, мемлекет басшысын қолдау керек еді. Мен енді оппозиция емеспін, бірақ сен неге сөйтіп айтып отырған одақтан кетіп қалдың деп маған Құлкенов қорғап беретін. Демек, олардың барлығы да тура мені сықылды, Талғат аға сықылды ойлайды. Біз енді одақтың мүшесіміз ғой. Ол кісілер келмегенімен қолдамады деп ойлайсыз ба сонда? Келе алмайтын жерінде жаңағы бағана айтып кеткен жағдай, олардың да жағында әркімнің бір жеке себебі болып отырған болуы мүмкін. Талғат аға, сіздің пікіріңіз? Енді қазір Мереке енді кірісіп жатыр ғой. Одақтың төрағасы кім болады деген әңгіме үлкен даулы нәрсе болды. Ұлықбек дегенде келісті, болғысы келді, артынан шу шықты, сосын бас тартты. Енді бірақ өзінің шығармашылық одақ қой бұл. Суретшілер одағы бар, журналистер одағы бар, сазгерлер одағы бар. Ішіндегі ең ықпалдысы осы жазушылар одағы. Билік санасады, ықпалы бар ақын жазушылардың. Сондықтан да одақтың төрағалығы үлкен даулы мәселеге айналды. Енді мысалы билік өзінің жаңа саясатын жүргізетін жағдайда ақын жазушылар пайдаланады. Үлкен күш. Ол ашық қой енді. Мен Талғат аға бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы Талғат аға негізі жазушылар одағы мүшесі ғой. Егер мысалы жаңа төраға айтты ғой, билікке қарсы шықпау керек. Егер билікке қарсы шығып жатқан ақын жазушылар болса, сонда мүшеліктен шығарып жібере ме, әлде қалай? Мен соны түсінбедім ше. Мүшеліктен шығаратын болса, мен алдақашан қуатын еді ғой. Мен жүрмін ғой. 95-тен бері мүшесімін мен. 95 жылдан бері қарата. Қазір өтіп жатқандар да бар. Батыл ойлы ақын жазушылар бар. Бірақ шығармайды, бірақ маңдайыңызға сипамайды ғой. Бүгінгі жағдай мүлде басқаша болып тұр енді. Жоқ, ағам айтып отырған дұрыс. Біз бір нәрсені ескеруіміз керек, жазушылар деген кезде. Біз эмоцияның адамымыз. Яғни ішкі психологиялық толқыныстың адамымыз. Кез келген жағдайда одақтың жиналысы қайшылықсыз өтпейді. Даулар болады, факторлар болады, оған қатысты шешімдер болады, айғақтар болады, кемшіліктер болады. Бұл халықтың алдында одақтың әрине өзінің бұл жерде өзінің бет әлпетін шешіп біз осындаймыз деп айту деген сөз емес. Мұндағы артықшылықтарды айтып, кемшіліктерді толықтыру деген сөз деп ойлаймын мен керісінше. Ал қай кезеңде де біздің осы одақ құрылған әу бастағы әлқисса кезеңінен бастап алса да, бұнда бір үлкен идеологиялық саяси ойым тұр мұнда. Бірімізді бірімізге салып қою деген секілді. Ал халықтың бет ұстар адамдары бірін бетін бірі жыртып отыратын болса, халықтың сөз ұстайтын адамдары халықтың рухани діңгегі ақырындап
сазбалшыққа бата берген кезде өзінің ұстанымдарын жеке алдыға шығып айта алмаса, онда ондай одақтың құр сүлдесі ғана қалғаны бұл саналмай ма? Ал мұнда біз бірінші ескеретін дүние, біз өзімізден кейінгі ұрпақ, бізден кейін келетін буын ертең бала ұрпақ, ата ұрпаққа лағнет айтпас үшін осы нәрсені осындай үлкен ток-шоуда талқылағанның өзі бір жеңіс деп ойлаймын. Ақ-қарасын парықтағанның өзі бір жеңіс деп ойлаймын. Ағаларымның өзі қаншама жылдан бері ақтақ қара деп айтып келе жатыр. Міне айтып отыр. Бұл жерден біз алатын бір насихат, көрермен қауым, жалпы жұрт, біз жақсысын бағалап, жаманын жасырып, жақсылығын асырып дейді ғой. Бұл екеуінің ара жігін парықтай білсек екен. Әсіре қызыл сөзге бармасақ екен. Біз жақсы дүниемізді әлі де сәулелендіріп, бізден кейінгі жазып келе жатқан, мен өзім Әуезов театрында жұмыс істеймін драматург ретінде. Әрине біздің де қаламақымыз мардымсыз. Мысалы, бір театрға бір дүние жазу үшін сізбен кейде театр басшылықтары келісе отырып басында үптеп-сүптеп уәдені беру мүмкін, ал жеме-жем келгенде қаламақыңыз шолақ байталдың құйрығы секілді. Не анда жесең анда жетпейді, мында жесең мында жетпейді. Бәрібір қажеттілік деген нәрсені біз кезіндегі Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаев, Сафуан Шаймерден, үлкен ағаларымыз алған гонорарды Совет үкіметі кезінде біздің мемлекетте қайта жандандыруға болады. Оны болмайды деген өтірік сөз, құр уәде ол. Жандандыруға болады. Өйткені Менделеевтің бәленбай қазынасы біздің Қазақстанның жер қойнауында жатыр. Шерхан ағам айтқандай, біз алтын сандықтың үстінде жатқан мемлекетпіз, бірақ соны біз жүйелі түрде халыққа дұрыс ұсынып отырмыз. Мен мына бауырымда қазір жаңа тұздық болсын деп жатырмын да, Кеңес одағы мен мына қос бауырым салыстырып отыр ғой. Қандай мемлекет болсын, қандай заман, қандай қоғам болсын, ақын жазушылар бәрібір де мемлекетке жұмыс жасайды. Бәрібір де астыртын болсын, үстіртін болсын. Себебі қараңыз, Кеңес одағында бір жазушы бір кітап жазып, бір мәшине мінетін, бір үй алатын. Оны қайдан алады? Мемлекет бермесе? Қаламақ. Қаламақыны кім береді? Кім береді? Қайдан келеді? Иә, сондықтан да бар ғой, бәрібір де ақын жазушылар айналып келген кезде де соларға жұмыс жасайды ғой. Жасайды. Қаламақы ол жерде мынандай бір дүние бар. Біз дүниені ескеру керек. Мысалы, өнер деген дүние. Бұл өнер, мысалы, идеологияға жұмыс жасай ма? Жоқ, өнер ретінде қала ма? Өнер бір белгілі бір топтарға жұмыс жасай ма? Ол автордың өзінің адамдығына байланысты. Мысалы, кеңес кезінде жаңа айтып отырмыз ғой, кеңес кезінде басқаны қойғанда 86 жылы одақтың 86 жылы жастарға ұстанымы қалай болды ол кезде? Жалпы жазушылар одағының ұстанымын еститін болсаңыз, жағаңыз ұстайсыз. Бірақ соның бәрін көтеріп кеткен дүние не? Соның бәрін көтеріп кеткен жәнетте Жұбан Молдағалиев пен Сафуан Шаймерденнің пікірі. Көрдіңіз ба? Жәңіректе одақтағы отырған сол кезде де бір 500 жазушысы болған шығар. Одақ деген үлкен ат тұрған шығар. Сол атты сол екі жазушы Жәңіректе аналардың жасаған, одақтың жасап отырған кінәсін сол екеуінің пікірі жуып шайып кетті, көтеріп алып кетті. Бұл Жәңіректе 30 жылда да болған, бұл 40 жылда да болған. Жәңіректе ағамыз айтып отыр. Анау 2005 жылғы жер комиссиясында одақтың төрағаларына ешкім барған жоқ ол жерде. Одақтың мүшелері сол жерде құрып. Ол кезде жапқан. Бірақ бұл дүние барған сайын саябырсып бара жатыр. Мысалы, 2011 жылғы Жаңаөзенде жалғыз Мұхтар Мағауиннің ұлсыздан ұраны. Ал одан кейінгі, мысалы, Талғат ағаларымыз бұл кісі кейде айтамыз, жазушылықтан гөрі журналистік қырмен көбірек айтып жүрміз. Ол кезде бөліп алу керек болады. Сонан кейін бізде енді тағы осы жерде тағы бір дүние бар. Кейде ақтап алайын десең, тура сондай бір дүниелерді біз анау бір бейтарап уақыт көтіп аламыз да, тура жаңа 2011 жылы 7 ай бойы жұмысшылар алаңда тұрған кезде не біреуіміз бірдеңе дедік па? Бір жазушы соған барды ма? Бір ақын соған барды ма? Соларды атып қырып жатқан кезде біреу бірдеңе деді ма? Жоқ. Олар болып бояу сынып бағасы берілгеннен кейін аламыз, жазамыз. Тура қаңтарда да сол. Қаңтар қырғыны болып жатқан кезде журналист ретінде біз жүрдік. 4 күні, 5 күні мен мысалы ағамды көрдім Талғат ағамды. Алаңнан мысалы. Қалған ақын жазушыларды көргеніміз жоқпыз біз. Біз жазушы ретінде емес, журналист ретінде жүріп көрдік ол жерден. Сіз ақын көрдіңіз ба сол жерден? Жазушы көрдіңіз ба? Журналистерді көр. Енді сөзіңіз аузыңызда тұра тұрып мен айтып алайын. Тура сол сықылды біз кейде осы бір дүниені мен енді қаңтардың зардабы қазір
кілкіп тұр. Бұл кәдімгі, мен ойлаймын, мемлекет қаңтаршыларға қиянат жасап жатыр деп. Қиянат жасалып жатқан кезде бүгінге дейін ешкім әлі үндеген жоқ. Ешкім деп айтуға болады. Арасында бірер саран адам болмаса. 3 жылдан кейін, 5 жылдан кейін көріңіз. Осы жәңіректегі біздің ақын жазушылардың кемі 30% қаңтар туралы жырлайтын болады. Алды роман жазатын болады. Жазады. Солар бүгін қайда деген дүниені ал бірақ бәрібір де қазіргі қоғамда білдей одақ болса да журналистердің еңбегі міне жарқырап жанып тұр ғой. Журналистер айтып жатыр ғой, журналистер ол енді ол уақыттың несі, журналистердің не қылса тура ситуацияны көзімен көреді. Жазушы ситуацияны бірден көріп, ақын оны іштен кіре алмайды ол жерде. Ол жағында қарауға болады. Бұл жерден осы да жаңағы Алла қойды бөліп ұрқан жүнге жармайды деп, журналист пен ақын жазушыны бөліп алып, оны позициялық тұрғыда қырқыстырып қоюға тағы келмейді. Бұл жерде мынандай дүниесі, мәселе мен жазушылар одағы туралы жаңағы уақытта таппады дейді ғой. Мен жазушылар одағы туралы сол пікірлер жазған кезде өзінің арнайы түрде автоматты адвокаттар болады. Солар саған шығады, звондайды. Маған звондаған адамдар болды. Сонда мен айтамын оларға: сендер егер қаңтар уақиғасын болмаса сол Жаңаөзенде болсын, сол бердіңіздер ме? Мен енді пікірімде солай ашық жазған кезім болды да, сөйтіп жазған кезде олар маған солай шығады. Олар айтады, жаңағы біз газетке неге мүмкіндік енді шығаруға мүмкіндік бердік қой, кейде жекелеген авторлар шықты дегенде айтады да. Көрдіңіз бе, сіз ол жекелеген автор деймін. Ол одақтың көзқарасы емес. Ол және ол шықпаса бәрібір ол ертең басқа басылымға шығады, басқа жерге шығады. Бізде тура осындай жерде жаңағы боқып қалу көп болады да, артынан тура жаңағы Қойшыбек айтып отырғандай, артынан келесі кезеңде болды тарихтың келесі бір бет парағы ашылған кезде бүгін жаңа Қазақстанда қазіргі көштің артында жүргендегі ақсақ түйе сияқты алдына шыққандар көбейді ғой қазір. Қазір оппозициялық белсенділер, оппозициялық журналистер, қазір соның арқасында мемлекетке барып отырған журналистер жетеді. Сондай нәрсе. Сондай ол ақындар да журналистер бәрінде бар. Бұл кембағалдық, бұл аштық. Былай айтқанда біз жаңағы мынандай дүние бар. Мен үнемі айтатын өз жаңағы Жекілонның шығармасында жаңағы Аляскадан алтын іздеп әбден ашығып, ең соңында ашыққан адам кемеге алып келген кезінде күрт семіріп толып кеткен ғой. Неге толып кетті деп аналар анализ жасап артынан біледі, бір аптадан кейін өткен. Өйткені ол ана нанды қоқымымен қосып жаңағы матрасының астының бәріне нан жинай берген. Жаңағы өйткені оның санасында ертеңгі күні осындай жағдай туып қала ма деген нәрсе болғанда, ал біздің қазір ұлттың, халықтың кез келгенінің санасында сол ашқарақтық, ашкөздік несі тұр да. Біз кембағал санадамыз. Мәселе бізде 2030-2050 жылдар жаңағы мемлекеттің жағдайы жақсы болады, барысқа айналамыз деген нәрсе айтылады. Ол барысқа айналғанда ол мемлекеттің процесс бойынша жұмыс жасап отырғаннан айналмайды. Ол біздің жаңағы мемлекетте идеологтар бар, жұмыс жасап не істейтін адамдар бар. Қазақ 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан жаңа деп бекер айтқан жоқ. Мәселе біз 30 жылдар одан бұрынғы кездерде ашаршылық кезде біздің тегімізді 25 мың зиялы ешбір жерде атылып жойылып кеткен жоқ. Одан кейін біздің сорпа бетіне шығар азаматтарымыздың бәрі соғысқа кетті, басқа жаққа кетті. Ал біздің қазақтың арына, жатырына кім ие болды? Біздің арына сол кембағалдар, жаңағы санасы жетілмегендер, тобырлар, болмаса жаңағы казактар, сол сияқты адамдар ие болды да, Құдай кешірсін. Екіншісі үлкен ақжаулықты аналарымыз кешірсін. Бірақ олардың барлығы деген емес, дей тұрғанмен ұлттың бұл сапасыздануға бүгінгі туалетке баласын тастайтын біз сондай нәрсе продукты болып шықтық біз кәдімгі. Ал енді қазір жаңағы біздің мәшһүрдің болмаса басқа да әулиеліктер болсын, басқа даже ғылыми практикалық не бойынша да 100 жылда кәдімгі сіз бір хайуанатты алсаңыз да 100 жылда жеті не ауысқаннан кейін ол басқа нені береді. Сол сияқты біздің 2030-да ол айтылып қойған дүние, ол жаңағы бабалар тілімен болсын айтылып қойған дүние. 2030-2050-де қазіргі жастардың өз процестен білінеді. Жастар кәдімгі көктеп көгеріп өз несін беріп келе жатыр. Былайша айтқанда соны біз иемденіп аламыз да, мемлекет соны істеп отыр дейміз. Ал қазіргі біздің жазушылар одағындағы да жазушылардың деңгейінде де көрініп тұрған сол дүние. Біз просто кембағал санамен. Жақсы, енді былай ғой, біз енді бүгінгі бағдарламаны дайындағандағы мақсатымыз бұл еріккеннен бір хайп қылу басқасы емес. Бұны қазір аудиторияның бәрі әлеуметтік желіде отырады. Бұл енді ютубқа шығады. Бір адам болсын, 1000 адам болсын, руханияттың бастауы болып тұрған одақтың төңірегіндегі осындай басқа бір пікірді естігені, білгені дұрыс деп түйдік. Енді біз бүгінгі бағдарламамызды қорытындыласақ, жалпы жазушылар одағы қандай болғанын қалайсыздар, қалай көресіздер, өз пікірлеріңізді айтып бағдарламамызды айтсақ. Талғат өзіңіз. Одақ қоғамдық саяси жағдайға араласу керек қой. Үлкен күш жазушылар. Біздің билік соны пайдаланбай отыр. Мысалы, ғылым академиясын биыл қаржыландыратын болды. Сондай әңгіме былтырғы жылы президенттің аузынан шықты. Тоқаев жазушылар одағында
қаржыландырамыз енді деді. Енді күн тәртібінде тұрған шығар. Жаңа айтамыз ғой, мысалы, Ұлықбек 5 жыл төраға болды. Төрағаның кезінде, қабылдап алған кезде 32 миллион қарызбен қабылдап алды ол. 32 миллион десін үлкен ақша ғой. Нұрлан ағамыз 2 миллион кеп берді деген естігім. 32 миллион жабылды. Мерекелердің арқасында облыстарға шықты, үйтті. Мерекенің билікке келіп отырған себебі сол енді қазір. Одақты қайтсек жандандырамыз деген. Оны бізге қалам бақылғанымыз керек, кітабымыздың шыққаны керек. Бәрібір мемлекет қаржыландырмай одақ бола алмайды. Одақ бейтарап болғанын қалайтын едім. Халық қандай да бір оқиғалар, қандай да бір мысалы келеңсіз жағдай болсын, қандай да бір жағдай болған кезде одақтағыдар не дейді екен деп күтетіндей, әрі билік осы одақ қандай пікір білдіреді екен, халықты қалай бастап кетеді екен деген жағдайға жететіндей одақ болса екен дегенді ойлаймын. Өкінішке орай оппозиция болу мемлекет басшысына қарсы деген сөз деп айтатын адам ондай дүниені жасай алмайды. Сондықтан одақтың несін бүткіл институциясын өзгерту керек. Саяси көзқарасты ол уақыт ретте болады. Енді алдағы уақытта ретте айтып отырған дүние дұрыс, ағалардың айтып отырған дүниесі дұрыс. Біз екінші мен одақтың просто айтқым келетіні қазақта ұқсату деген сөз бар ғой. Саған 5 тиын берсе де бұрынғы біздің әке-шешелеріміз керемет ұқсататын еді ғой. Сол сияқты сол сала жаңағы мен жазушылардың айтып отқан кейбір нелерінде қабылдаймын. Жаңағы жазушылар одағына іскер азаматтар келу керек. Мейлі баспасын меңгерген азамат болсын, мейлі маркетинг саласын меңгерген адам болсын, өз үстінің шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді ғой. Сондай нағыз шымшықты соятын қасапшысы келу керек қой одаққа. Онсыз біз қазіргі құраммен бұрынғы құрамы да толық одақтың жаңғырды деп айта алмаймын. Бұрынғы өзін дәлелдей алмаған одақ бүгінде ертеңді дәлелдей алмайды. Ол үшін біз қорықпай жастардан да небір мықты мамандарды әкелуіміз керек біз одаққа. Меруерт ханым. Енді қандай істе болсын, менеджментті орнына қоятын күшті менеджер болу керек та. Мысалы, енді мен өзім бас редактор, журналист, жазушы болғанмен мен мықты менеджермін. Ақша табудың көздерін жан-жақты білемін да, 4 бағытта жұмыс жасаймын. Міне сондай жастар, ер жігіт, жас, осы бір 40-тың айналасындағы сондай менеджментті орнықтыратын, иландыратын, ақшаны да көзін таба алатын, ана жақпен де, мына жақпен де тіл табысатын мықты менеджер жігіт келу керек, жазушы келу керек сондай. Менің ойымша. Меніңше бағанағы әпкелеріміз, бауырымыздың, әпкелеріміздің айтқан сөзі рас. Әрине ол қаржыландыру, қаржылай әл-ауқатты дамыту, жазушылардың жазуына мүмкіндік туғызу деген сөз. Мысалы, бір Есенберлиннің өзі 3 ғасырлық қазақтың тарихын Алтын Ордадан бастап, көшпенділерінен бастап, қазақтың өзінің айтуға болмайтын кезде айтып берді. Тарихта қалды. Сол арқылы мемлекеттік сыйлыққа ұсынылған кезде өз бауырларымыз өз аяғымыздан шалды деген секілді. Ал осындай баскесер дәуірдің өзінде сондай дүниені туғызған және оны халыққа жеткізген сол кездегі одақтың құдіретін ойлаңыз. Ал мен сол одақтың абыройы қайтып келсе екен, және сондай абыройлы одақтан боламын, толам деген қыз жігіттердің өскенін, өрлегенін, руханиятқа өлшеусіз қызмет еткенін қалар едім. Жалпы бағанадан бері айтылып отыр ғой, осыған дейін бір ғана үміткер болды, басқа үміткерлерді жалпы сайлауға түспеді, бірақ бағдарламаларын ұсынды. Осы жерден ақ байқауға болады, егер жазушылар одағында қандай да бір өзгерісті қалайтын болса, сол кезде ашық сайлау болу керек еді. Бірақ өкінішке қарай ашық сайлау болған жоқ. Бір ғана адам төраға болды, бір үміткер барлығы сайланды. Сондықтан да ары қарай да негізі осы шығармашылық ұйым жұмысын жандандырып, ары қарай да дами берсе екен деп тілейміз. Бірақ қазіргі жаңа төрағаның өзінің ұстанымы, айтқан сөзі, пікірі оған күмән келтіреді. Бүгін айтылған, әлі айтылар талай талқыға түсер әңгіме көп, бәріне уақыт төреші. Бұл қазақ ютубындағы тәуелсіз ток-шоу айтамыз, біздің айтарымыз алда. Сау болыңыздар.